Біз бүгін быжы істейміз. Кей жерде быжы дейді, кей жерде бұржы дейді. Міне ұлтабарымыз мынау, ішінің майы мынау түгел. Сосын мынаны былай аударамыз, ішіне саламыз. Бұл енді әр жерде істеледі. Бұл Қырғызстанда істейді екен, өзбектер істейді. Көшпелі халықтар істеп осы алып жүреді өздеріне. Әрбір жерге тоқтаған кезде осыны кесіп жей қояды. Міне мына ұлтабардың, соны біз ұлтабардың ішіне салып көрсетеміз. Міне ұлтабарымыз мынау, міне ішінің майы мынау түгел. Міне май. Сосын мынаны былай аударамыз, бүйтіп аударып барып, сосын ішіне саламыз. Мясорубкадан етімізді тартып аламыз. Бұржының ішіне ет саламыз, жүрек саламыз, міне май саламыз, май, бауыр саламыз. Сосын мынау сарымсақ саламыз, қара бұрыш, тұз. Сосын міне күріш. Күрішті көп салмаймыз. Көп салуға болмайды, бұл күріш өседі. Шамалы ғана салдық күрішті. Сосын бәрі мясорубкадан өткіземіз осы еттерімізді. Сосын мына ұлтабардың ішіне саламыз. Бірінші етімізді кесіп аламыз. Бауырын тураймыз. Етіміздің бәрін турап алдық. Енді ет тартқыштан етімізді өткіземіз. Мясорубкадан ет тартқыш. Етімізді тартып алдық. Мынау бөлек-бөлек қып қойдық мінекей. Мынау етіміз, мынау жүрегіміз, мынау бауыр бөлек еттік. Мынау май. Бәрін мінекей өлшеп салдық. Енді бұған қазір тұзымыз саламыз, қара бұрыш саламыз, сарымсақ саламыз. Сосын күрішімізді саламыз ішіне. Бәрін араластырамыз. Күрішті көп салған жоқ, бір 3 қасықтай салып жуып алдық. Енді осыған араластырамыз. Енді сарымсағын саламыз. Енді тұзын саламыз. Сосын дәмін көреміз. Қалай болған. Енді қара бұрышын саламыз. Кішкене су құямыз. Су құю керек. Күріші несі бар, кішкене құрғақ болмау үшін кішкене су құямыз. Міне араластырдық. Енді бұның бәрін ұлтабардың ішіне саламыз. Ажаны бар ма? Ажаны барсын. Өте көп салмау керек. Жарылып кетеді. Тығыз салмаймыз. Ана күріш бәрі ісінеді. Ішінде майы, ұлтабардың өзінің майы. Сосын аузын тігеміз. Болды. Өте көп салуға болмайды, жарылып кетеді. Жеті. Тамаша. Енді бұны біз өткенде көрсеткенбіз. Өткенде біз суға пісірдік. Енді осы жолы буға пісіреміз, парда. Аузын тігеміз, өте көп салмадық. Қойдың ұлтабары, ұлтабардан салып атырмыз, быжыны. Аузын тігіп атырмыз. Көреміз қалай піседі. Жақсы болуға тиісті. Қазір енді бәрі де парға пісіріп жатыр ғой. Парға пісірген өте жақсы болады екен. Ешқандай не қылмайды. Мантыны пісіргенде солай қозғалмай әдем піседі ғой, сол сияқты. Бұл да манты сияқты піседі. Сосын бір сағаттасын аударамыз екінші жағына. Екі жағын аударып отыру керек. Бұлай аударып отыру керек. Әуелі бір жағын бір сағаттай пісіреміз. Сосын тағы да аударамыз. Не қылмаса қатты болса тағы да аударып, екі жағын аударып сөйтіп отыру керек. Диета ұстап жүрген не қылған адамдар буда пісіріп жатыр ғой, осылай буда пісірген
Тамақтың бәрін буда пісірген өте жақсы екен. Біз өткенде қазында буда пісірдік. Басты да буда пісірдік. Сөйтіп жатырмыз енді, буға пісіріп жатырмыз. Өте жақсы болады екен буға пісірген. Бәрі майы, соғы, бәрі несі ішінде болады. Міне быжымызды тігіп болдық, аузын тіктік, мінекей. Өте жақсы болды, енді бұны буға пісіреміз. Буға қойдық, мінекей. Буда қайнайды. Міне быжымыз пісті, енді аламыз. Ал, мінекей. Қандай керемет. Қайтек. Алдын турайтын. Алдың жағын. Нәжіба түрен. Мына шетіне турайын. Мінекей быжымыз пісті, 2,5 сағатта пісті. Ұлтабардың ішіне салдық. Енді қазір дәмін көреміз. Ұшынан. Как не сияқты. Майы шығып жатыр. Ол жетеді. Енді соны сал. Шұжық сияқты. Шұжық сияқты болыпты, тамаша. Күшті. Ананы сен же келінің ұлтапсың. Анда ұшын сен же келінің ұлтаватты. Кесіп жегем. Ал бісміллә деп көрейік енді. Кесейін бе? Кәне көрейік. Бісміллә. Керемет. Күріші де бар. Шұжық. Настоящий шұжық болыпты, тамаша. Дәмді. Мынаны жеймін мені. Мынаны жейдің? Мынаны жейді ме? Келінің ұлтабат. Келінің ұлтабат. Керемет. Дәмі дегені масқара. Ой, керемет. Шұжық қой мына. Жақсы пісті. Керемет. Күріші де бәрі де тамаша пісіпті. Күшті майы да, ұлтабардың майы. Неде, столдың запаскасына да? Да, тамаша. Күріші прям езіліп кетіпті. Соғалпында тұр, тірдей. Қалай тамаша болған, керемет. Өте дәмді болып пісіпті. Міне майын қарашы, мына ұлтабардың майы. Ішіндегі ұлтабардың майы менен керемет. Күріші бәрі тірі жатыр. Ешқандай езілген жоқ. Тамаша мынау, керемет болып пісіпті. Ұлтабар деп айтпайсың мынаны. Кәдімгі шұжық сияқты. Шұжық, настоящий шұжық. Асып сияқты. Бұжыда сол әсіп сияқты болады екен ғой. Әсіп тұсылай болады ғой. Тамаша. Керемет. Ұлтабатын жедің ба? Жедім. Келдің ұлтабат. Рахмет. Сіздер жақта бұжыны осылай істей ма? Жазыңыздар. Біз енді осылай қып істедік. Керемет, тамаша болды. Өте дәмді болып шықты. Несі күріштері деген мінекей прям тірдей жатыр. 2,5 сағатта пісті. Тіпті быжы деп не деп айтпайсың, мынауың шұжық настоящий. Шұжық. Быжыны буда істеп көрдіңіздер ме сіздер? Істегенсеңіздер жазыңыздар, көрейік. Біз енді буда пісірдік. Алдында бірнеше рет біз неде суда пісіргенбіз, қазанға, далада суда пісірдік. Мынаны енді буда пісірдік. Буда пісірген өте дәмді болады. Суда қанша дегенмен мынаның бәрін... Тез піседі, да? Тез піседі. Қанша дегенмен мынаның бәрін су не қылады ғой. Кәдім ет сияқты болды. Мынау дегенім кәдімгі бөлек манты сияқты піскен. Дәмі де. Біздің каналға жазылыңыздар. Осындай
комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Осындай неше түрлі тағамдарды көрсетеміз. Рахмет қарағандарыңызға, бақытты болыңдар. Рахмет. Жастарға үйретіп жатырмыз бәрінде. Келініме де үйретіп жатырмын. Келінім енді сіздерге үйретеді бәрін.